Міне маралды тауы, міне арша өсіп тұр. Оның барлығын қопарып жатыр. Қызыл кітапқа енген гүлдер бар. Соның барлығын қарамай, міне қопарып жатыр. Мынау біздің границамыз дейді, бірақ картада олардың границасы бөлек. Міне тиеуге машина келіп тұр. Қазір артпен жылжып келіп, осыны тиейік, міне дайындап жатыр. Міне өздерінің шекарасы емес, руданы тиеп жатыр. 27 сентябрь 2024 жыл. Штольнадағы руданы ана бақта тасып алды дейді. Мына жерде компания Маралиха дейді. Мына жерден руданы аламыз дейді. Шығыс Қазақстан, Маралды ауылы. Міне, тура штольняның үстін қазып жатыр. Міне, машина келе жатыр. Қазір соны тиейді. Екі 2024 жыл 6 қазан ескі штольня. Міне одан ағып жатқан су. Жоғары жақта карьер, фабрика, цианид туын қосып алтын өндіретін деп жатқан. Мына жерде міне осы шахтадан шыққан ескі рудалар болған. Оның барлығы тиеліп, бір жаққа алып кетіліп жатыр. Полиция қызметкерлері мысалы үшін соның барлығын қадағалап отыру керек қой. Міне, түк қалдырмай алып тасып кетіп жатыр. Міне ізі, координатын бәрін белгіледік, қай жер екенін. Міне кеп тұр. Міне Николай деген тау, Тесік тау деп аталады. Осы Тесік тау деген осы жер. Міне ар жағынан суып кеп тұр. Ар жағында сквозняк кәдімгіше. Ар жағында, бер жағында Тесік деген сөз. Міне тау, Николай тауы. Осының үстінен цианид уын қосып алтын өндірем деп жатыр бір ашкөздер. Міне үсті карьер. Осыдан жол салған. Міне мойыл өсіп тұр. Жаңғыз түп. Шахтының үстіне түсіп, руда тасып жатыр. Шахтының бер жағынан. Шахтының үстінен. 2024 жыл 6 қазан ескі штольняның қасы. Міне ескі руданы қопарып әкетілген іздері. Міне руданың шеті. Міне қазып алып кетіпті. Жарты тау жоқ. Жарты тауды жоқ қыпты.